Бұл мой профиль бөлімі. Заказға байланыстының барлығы осы жерде. Бұл бөлімде мына окошкаға тоқталсақ, бірінші тұрған бұл, егер сіз қандай да бір товарға заказ беріп, бірақ ақшасын төлемесеңіз, осы жерде көрініп тұрады. Ал ақшасын төлегеннен кейін, бірақ екінші статуста тұрып қалса, онда сайт сіз сияқты заказ беретін адамды күтіп тұр дегенді білдіреді. Ол адамда заказ берген соң үшінші статусқа өтеді. Бұл продавец товарыңызды дайындап жатыр дегенді білдіреді. Заказ дайын болған соң төртінші статусқа өтеді. Яғни ол товар жіберілді деген сөз. Бесінші статус бұл товар Қытай складына келді және сізден отзыв күтіп тұр. Келесі окошкада бірінші тұрған бұл купондар бөлімі. Екінші избранные бөлімі, яғни корзинка. Үшінші бұл сіз тіркелген магазиндер тізімі. Төртінші көрген товарлардың историясы. Бесіншісі бұл возврат бөлімі. Келесі окошкадағы бізге керегі мынау локация бөлімі. Бұл жерде адрес тіркейміз.